Саламатсыңдар ма балалар? Аяжан, Амина. Сәлеметсіз бе? Балалар, біздің зертханамызға бүгін қош келдіңдер. Біздің зертханамызда әртүрлі іс-тәжірибелер жасалынады. Бүгінгі іс-тәжірибеміз біздің жауынқұрттың өсуі. Қазір мына жерде мына майлықтан бір-біреуден аласыңдар, кәне ала қойыңдар. Көрдіңдер ме? Біздің майлығымыз ақ түсті, иә? Қандай түсті? Ақ түсті екен. Енді қылғаламдарыңды алып, оң қолдарыңмен суға жайлап маламызда, алдымызда тұрған өзімізге ұнаған судың қылғаламды көп малмаймыз суға, иә? Өзімізге ұнаған түсті алып, мынау майлыққа жағамыз. Кәне, ала қойыңдар. Қандай түске, кімге қандай түс ұнайды екен? Маған қызғылт сары. Өздеріңнің ұнаған. Енді былай майлықты ұстаймыз сол қолымызбен, оң қолымызбен жолақ жасаймыз. Майлықтың үстіне жолақтар жасаймыз. Бояуға жақсылап маламыз. Көрдіңдер ме? Маған қызғылт сары. Амина, саған қандай түс ұнады? Қызыл. Ал Аяжан сағаншы? Қызғылт. Қызғылт. Енді маған сары түс ұнап отыр. Сары, қызыл, жасыл, өздеріңе қандай түс ұнайды, солармен осылай жолақ жасаймыз. Бір қолмен ұстап отыр қағаз майлығыңды. Енді жіңішке ғана жасаймыз. Жіңішке. Жасай қой, Амина. Тағы да жолақ жасаймыз. Тамаша. Бірнеше жолақтар жасаймыз. Майлықты қолымызбен ұстап отырамыз, жылжып кетпеу үшін. Тағы жолақ жаса. Шетінен ұста майлығыңды, шетінен. Не, сол шетінен. Тағы да жолақ жаса. Бояуға малыңдар, қылғаламдарыңды бояуға малып, суға көп малмаймыз. Жақсылап қағамыз, көп малмаймыз суға. Суға көп малсаңдар, қылғаламдарыңды, майлықтарың суланып кетеді, жауынқұрт жасалынбай қалады. Болдыңдар ма? Жолақ жасап. Енді қылғаламызды жуамыз, майлығымызбен алып сүртеміз қылғаламды. Майлықпен алып сүртеміз. Сүртіп болғаннан кейін тұғырға бітіп орналастырып қойып қоямыз орнына. Тұғырға қоямыз, сүртіп алып. Енді мына жерде қарындаш алыңдар, кәне. Ала қой. Қараңдар маған. Қарындашпен құрт жасаймыз. Ораймыз, қарындашқа ораймыз. Ораймыз. Сосын қарындаштың екі жағынан майлықты қысамыз бұлай. Кәне, қысайық. Кішірейтіп, ақырын. Енді қысып болғаннан кейін қараңдар. Қарындаштың үш жағынан итеріп, құртымызды шығарамыз. Қарындашымыз орнына қоямыз. Енді тарелкаларыңды алыңдар алдарыңа. Құртты тарелкаға саламыз. Міне, үстінен ақырындап су құямыз. Кәне, осы құрттың үстіне суды құямыз. Көрдіңдер ме? Құя. Көрдің мәне? Жауынқұрт созылды, е? Дұрыс, көп құймаймыз, аздап қана құямыз. Орнына қойып қояйық. Орнына кеп үнжіге қойып қояйық. Кәне, көрдіңдерші, менің жауынқұртым қандай сарғыш түсті болды. Сенікі қандай түсті болды? Қызыл. Аяжан, сенікі қандай түсті болды? Жасыл. Жасыл түсті болды. Әдемі. Құртқа ұқсай ма екен жауынқұртқа? Иә. Міне бүгінгі біздің іс-тәжірибемізде балалар зертханамызда жасаған жауынқұрттың жасалу әдісін үйрендік, иә? Ұнады ма бүгінгі жұмыс сендерге? Өте жақсы, тамаша.